мына жерде суретте не белгіленген? Бұл жерде егер де сен жақындап қарайтын болсаң, бұлардың эритроцит екенін түсіне аласың. Эритроцит немесе бұны біз басқаша қанның қызыл жасушасы деп атаймыз, және де бұл біздің қанымыздың ішінде ағып жүретін жасушалар. И еще бұл біздің денеміздегі ең көп жасуша. Біздің барлық жасушалардың примерно 85% осы эритроциттар. Және де бұлар ең кіші жасушалардың бірі. И сен олар ең кіші болса, олардың өлшемдері немесе масштабтары қандай деп сұрай аласың. И мен саған олар 6-8 микрометр, и 8 емес, примерно 10-ға дейін жетіп қалады деп айтам. 6-10 микрометрға жетіп қалады деп айтам. И сен осы кезде микрометрдің не екенін білмеу мүмкінсің. Сондықтан біз бүгінгі сабақты сызықтық ұлғаюға немесе масштабты түсінуге тырысатын боламыз. Осы сабақты соған арнаймыз. Вот, оны арнамастан бұрын біз жалпы ғылым бойынша қаншама өлшем бірліктер бар деген сұраққа жауап беріп тастайық. 1960 жылы бізде әлем бойынша халықаралық бірліктер жүйесі, немесе оны басқаша СИ жүйесі деп атайды. Вот осыны физикадан, химиядан, биологиядан бірнеше ғалымдар келді, Парижға жиналды да, осы 7 өлшем бірлікті тағайындап қойды, ең бастылары деп. Массаға жауап беретін килограмм, ұзындыққа жауап беретін метр, уақытқа жауап беретін секунд, токқа жауап беретін ампер, температураға жауап беретін кельвин, заттардың санына жауап беретін моль, және де жарықтың күшіне жауап беретін бізде кандела. И вот бізге микроәлемге, именно молекулалық биологияға бір нәрсенің масштабын зерттеу үшін бізге именно мына жердегі метр деген керек. Вот осы метрді енді біз өзімізбен бірге алып кетейік, чтобы микроәлемді зерттеу үшін. Микроәлемде біз жалпы 10 сыныптың 9 сыныптың кітаптарында бірнеше өлшем бірліктер берілген целый таблицамен, алайда бізге керегі тек қана екеуі. Олар бізде микрометр, мкм деп жазылады, және де нанометр, нм деп жазылады. Микрометрді басқаша бізде иногда микрон деп айтып жатылады, және де айтылады, және де оның таңбасы міне. Мына жерде мю деген таңба, алдағы уақытта кездестіріп қалу мүмкінсің. Вот қара, қазір біз микрометрдің және де нанометрдің қалай көрінетінін елестету үшін біз қазір кейбір есептер шығарып жіберуіміз керек болады, миымызды жаттықтырып. Жақсы ма? Біз мына жерге таблицаға қарайтын болсаң, осы жердегі 3 аударылуды жаттап алатын болсаң, сол жеткілікті болады. Қара, сен білесің уже 1 метрдің ішінде бізде 1000 миллиметр бар. Милли деген сөз, яғни милли деген сөз, бұл бізде 1000 дегенді білдіртеді. Вот метрдан миллиметрға барған кезде сен 1000-ға көбейте қоясың. Вот. Дальше 1 метрда бізде миллион микрометр бар. Яғни тағы да 1000-ға түсесің, 3 нөл қосын, тағы да мынаған басындағы. Ол бізде микрометр. Яғни микро деген сөз, микро, бұл бізде миллион деген мағынаны білдіртеді. 3, 4, 5, 6. Одан кейін 1 метр бізде еще 1 миллиард нанометрға тең. Значит, тағы да 3-ке түсесің, мына жерде көріп тұрсың да? 3, тағы да 3 нөл қостың мына жерде мені. Значит, нано деген сөз бізде ол миллиард дегенді білдіртеді. Яғни 9 нөл бар деп айтасың, или басқаша. Так, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Вот осыны жаттап алатын болсаң жеткілікті болады. Егер 1 метр бізде 1000 миллиметрға тең болатын болса, және де 1 метр миллион микрометрға тең болатын болса, значит 1000 миллиметр бізде ол миллион микрометрға тең. И мына 3 нөлден бүйтіп сызып тастайтын болсаң әрқайсысынан, сонда бізде 1 миллиметр 1000 микрометрға тең. И то же самое миллиметрдан нанометрға деп араласын. Ол қалай? 1000 миллиметр бізде миллиард нанометрға тең болатын болса, мына 3 нөлдерін алып тастайтын болсаң артындағы, сонда бізде 1 миллиметр тең болады миллион нанометр болады. Жақсы ма? Қазір артқа барайық. Эритроциттарды қанша дедік? Примерно ұзындықтары 10 микрометрға дейін жетіп қалуы мүмкін дедік, және де ол біздің денеміздегі ең кішкентай, ең кіші жасушалардың бірі. Вот қара. Қазір біз сызғышты алайық. Мен сызғышым қайда? Міне. Мына сызғыш, бұл в основном бізде сантиметрмен беріледі. 1 сантиметр, 2 сантиметр, 3 сантиметр, 4 сантиметр деп. Алайда осы сантиметрдің астына баратын болсаң, астында бізде кішкентай таяқшалар мен сызықтар бар. Вот сол сызықтардың арасы бізде 1 миллиметр. Правильно? Мына 1 деген таңба тұр ғой, осы 1 сантиметрдің ішінде бізде сондайын 10 таяқшасы бар, яғни миллиметр деген сантиметрдің 10-нан 1 деген сөз. Вот сол 1 миллиметрді елестет, қазір қасында сызғыш болса, соны примерно тауып ал 1 миллиметрді. И 1 миллиметрді бізде қаншама микрометр бар, табу үшін айттық, 3 нөлін сызып болсақ, 1 миллиметрді бізде 1000 микрометр бар деген сөз. 1000 микрометр бар. И эритроциттардың ұзындықтары қанша дедік? Эритроциттар бізде 10 микрометр болады дедік. Вот енді елестетейік. 10 микрометр, мына 1000 микрометр, қара, 1000 микрометрға 10 микрометр болатын заттың қаншасы сыйып кетеді деген жауапқа сен қалай жауап бересің? Сен 1000 микрометр аласында 10 микрометрға бөліп тастайсың. Сонда бізде 10 микрометр болатын заттың 100 штугы бізде мына 1000 микрометрдің ішіне сыйып кете алады. Яғни 10 микрометр егерде біз эритроцит деп алсақ,
осындай 10 микрометр эритроциттардың 100 штугы бізде 1000 микрометрдің ішіне немесе 1 миллиметрдің ішіне сыйып кете алады. Значит, сен сызық ішінде көре алатын болсаң, осының ішіндегі 1 миллиметр жерге бізде 100, даже одан да көп, да, себебі біз эритроциттардың ұзындықтары 6 микрометрден басталады деп айттық. Вот соншама 100-200 эритроцит 1 миллиметрдің ішіне сыйып кете алады. Вот жасушалар соншалықты кішкентай. Енді мынаны сен есте жаттап қалу үшін, бәлкім есте уже жаттап қалдың, қатты қиын емес зат болуы мүмкін да. Негізі қатты қиын емес те, егер де сен каждый раз просто әрқайсынан 1000-ға түсе беретін болсаң. Метр бізде просто 1 метр болатын болса, одан кейін 1000 уже бізде миллиметр болатын болса, одан кейін ол бізде миллион микрометр болатын болса, и дальше миллиард 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 миллиард нанометр болады. Яғни метрдан миллиметрға, миллиметрдан микрометрға, микрометрден нанометрға сен просто 3-0, 3-0, 3-0 қоса қоясың, и все. Ешқандай қиындығы жоқ. Мына просто мына моментті бір пауза қоясың ба, или кері-кері қайталап, дұрыстап тыңдап алсаң болады. Так, енді мына жерден біз кейбір микроскопиялық объекттерге назар аударып, олардың қандай екенін елестетіп кетейік. Мына жерде біршама биологиялық объекттер бейнеленген. Мысалға біздің өткендерімізден лизосома деген органелланы өттік қой, есіңде ма? Да, жасушаны бастаған кезде, вот соның размері мысалға 200-500, мына жерде нанометрін белгіленген бәрі, нанометрға дейін жетіп қалады екен. 200-500 нанометр. Яғни өте кішкентай да олар. Потом біздің мысалы денеміздегі ең үлкен жасушалардың бірі ол бауыр жасушасы, и ол 20.000 нанометр екен. 20.000 нанометрді қазір сен микрометрға айналдыратын болсаң, естейсің, просто 3-0-ін алып тастайсың. Сонда мынау 20.000 нанометр дегеніміз бізде тең болады 20 микрометрға. И 20 микрометр деген ол бізде тең болады, тағы да 1000-ға бөліп тастайтын болсаң бұны, яғни 3-0-ге жылжытып жіберетін болсаң, 0.02 миллиметр болады. И бұны біз көре алмаймыз. 0.02 миллиметр біздің көзіміздің айқындау шегі жетпейді оған дейін. Алайда біздің көзіміздің айқындау шегі 0.2 миллиметрға дейін жетеді. И ол бізде қайсысы, мына жерде қайсысы деп ойлайсыздар, біздің денеміздегі ең үлкен жасуша ол жұмыртқа жасушасы, именно әйел адамдардан шығатын жұмыртқа жасушасы, потому что еркек адамдар жұмыртқа жасушасын жасай алмайды, и оның размері 200 микрометр. 200 микрометрді сен қазір миллиметрға айналдыратын болсаң, 1000-ға бөлесің ғой. Вот сонда 200-ді 1000-ға бөлген кезде бізде 0.2 миллиметр болады, и 0.2 миллиметр как раз таки біздің көзіміздің жететін ең шегі. 0.2 миллиметрден ары қарай тағы да кішірек кететін болса, біз оны көре алмаймыз. И жұмыртқа жасушасы примерно 0.2 миллиметр, значит біз оны көре аламыз. Так, міне жұмыртқа жасушасы біздің денеміздегі ең үлкен жасуша. Потом, кстати, егер де ең кіші жасуша қандай деп сұрайтын болып жатса, ол кезде сперматозоид деп айтасыңдар. Әйел адамдардың жыныс жасушасы сонда ол бізде ең үлкен жасуша, еркек адамдардың жыныс жасушалары, сперматозоидтер ол ең кіші жасуша. Ал эритроцит ол ең кішілердің бірі деп айтқан болатынмын. Так, потом мына жерде бір айтып кететін жайт бар. Мысалға, допустим, мынау бізде қанша сантиметр? Мынау примерно 10 сантиметр деп ала салайық, негізі 10-ға жетпейді кішкене. Бірақ осындайдың мысалға 600 штугы жиналатын болса, бір-біріне қосатын болсаң 600 штугында, сен мына 10 сантиметрді 600-ге көбейтесің, значит 6000 сантиметр болады. Дұрыс қой. Мынандайдың 600 штугы, әрқайсысы 10 сантиметр болса, онды 600-ге көбейтесің вроде бы, и 6000 болады. Енді қара, тап сол логиканы қазір біз осы микро әлемге қолданып көрейікші қызық үшін. Мына жерде мен саған қазір бір нәрсе айтамын. Гемоглобин деген бізде нәруз бар денемізде. Жаңағы эритроциттардың ішінде болатын ауа таситын нәруздар. Нәруз, ақуыз, протеин, бәрі бір зат. Алдағы уақытта жасап өтетін боламыз. Алайда просто қазір елестетіп көр. Осындай бір нәруз бар, молекула, үлкен молекула. И бұл нәруздар амин қышқылдардан жасалынады. Осындай нәруздар бізде Н деп қойық, олар бізде амин қышқылдарынан жасалады. АQ деп қойық. Амин қышқылдары тоже алдағы уақытта өтетін боласын. И вот осы амин қышқылдары, допустим, бір амин қышқыл болса, осылар тық бірігіп, бірнешесі бірігеді, 100 деген 1000-даған штугы бір-бірлерімен бірігеді, нәруз жасайды. И сол амин қышқылдардың бірі мысалға ол аланин. Аланин деген амин қышқыл бар. Амин қышқылдың жалпы 20 түрі бар, соның бірі мысалға аланин. И вот, аланиннің размерін қазір қарайтын болсаң, бізде 0.5 нанометр дейді. 0.5 нанометр. И мына гемоглобин, да, мына нәруз, гемоглобин деген нәруз, ол осы аланин сияқты амин қышқылдарының примерно 600 штугінен тұрады. Значит, манағы осыған дейінгі примердағы сияқты да, мынандайдың 600-і болса, 10 сантиметрден 600-ді 10-ға көбейтесің деп айттық қой. И тап сол сияқты мынаны енді сен амин қышқыл деп елесет. И бұның размері ана жерде жазылып тұр, міне 0.5 нанометр. Мынаны 0.5 нанометр деп елесет. И осындайдың 600 үлкендігі қанша болады? Значит, 0.5 нанометрді 600-ге көбейтесің, ол бізде тең болады 300 нанометр болады. Дұрыс па? 0.5 нанометрді көбейтесің 600-ге, 600 штугына да, 600 амин қышқыл бар бізде получается. И ол бізде 300 нанометр болады. 300 нанометр болады. Значит, гемоглобин
осындай 600 амин қышқылдан тұратын болса, оның үлкендігі де 300 нанометр болу керек деп айтасың сен, логика бойынша. Алайда сен мынаның үлкендігіне қарап көр қазір. 6-8 нанометр. Қазір интернеттен іздеп көрсең де тап осы цифраны береді саған. 6-8 нанометр мен 300 нанометрдің екеуінің арасындағы ара қашықтық тым үлкендеу. И вот осы жерде сұрақтар туындауы мүмкін. Бұл не үшін олай болады, да? Ол жақта закондар қалай жұмыс жасайды деп сұрақ болатын болса, вот микроәлемдегі немесе микроскопиялық әлемдегі закондар біздің мына физикалық, біздің көре алатын, да? Міне, мынаның ұзындығын өлшейтін әлем закондарға қарағанда кішкене айрықшаланады. Вот. Оның бір себебі бар, үлкен себептерінің бірі. Мысалға, жаңағы 600 амин қышқыл бір-бірлерімен біріккен кезде, әр амин қышқылдың ішінде өзінің атомдары бар, ода көміртегі бар, сутегі бар, оттегі бар, азоты бар. Вот солардың арасындағы ара қашықтықтар сжиматься етіледі де, итеріліп олар бір-бірлеріне жақындайды. И осылайша 600 амин қышқылдың әр қайсысы бір-бірлеріне жақындаған кезде, олар түгелімен сығылып, да, қысылып, 300 нанометр болу керектен 6-8 нанометрға дейін кішірейіп кетеді екен. Мына жердегі сияқты 300 нанометрден 6-8 нанометрға дейін почти 50 есе төмендеп кетті размерлары. Вот, осындай қызықты жайттар бар, и бұндайды сен алдағы уақытта көп кездестіретін боласың. Так, осымен сабақ бітті. Сені өлшем, масштаб не екенін түсінді деп ойлаймын. И метрдан миллиметрға, миллиметрдан микрометрға, микрометрдан нанометрға мың екенін ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше сау бол.